Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 8-ші сабақ. 31-ші жаттығу. Өлеңді рөлге бөліп оқы. Ау, түйе құс, неге сонша сұстысың? Түйемісің, құспысың? Түйе болсаң құсың не, ал құс болсаң түйең не? Бұны қалай түсінем? Бұдан қандай ой түйем? Мен айтайын білмесең, құс ішінде түйедей, бар бойымда түр денем. Түйе ішінде түймедей ұшқан құстай жүгірем, әрі түйе және құс, мен боламын түйе құс. Деген осындай өлең екен. Авторы Ермек Өтетілеуұлы. Енді осы өлең бойынша тапсырманы орындап көрейік. Өлеңнің пайымдау бөлігін тауып, көшіріп жаз дейді. Пайымдау бөлігін табу үшін пайымдау мәтіні туралы ережені еске түсіріп алайық алдымен. Пайымдау мәтіні құбылыстардың себебін түсіндіріп, дәлелдеп тұрады. Неге, неліктен деген сұраққа жауап береді екен. Бұл өлеңде пайымдау бөлігі түйеқұстың жауабы болады екен. Мен айтайын білмесең деп басталатын жерден мен боламын түйеқұс дегенге дейінгі жауабы мәтіннің, осы өлеңнің пайымдау бөлігі болады екен. Осыны көшіріп жазып алыңдар. Келесі, түйеқұс неге ұша алмайды? Өз пікіріңді білдір дейді. Қалай ойлайсыңдар, түйеқұс неге ұша алмайды? Себебі түйеқұстың қанаты қысқа болады, ал денесі ірі, салмағы ауыр болғандықтан ол ұша алмайды екен. Келесі бізде 32-ші жаттығу. Суреттерге қара, онда не бейнеленген? Мына сұрақтарға жауап бер дейді. Бала орманнан не тауып алды? Міне суретке қарасақ, бір бала орманнан қоян тауып алған. Бала орманнан қоян тауып ал дейміз. Екінші сұрақ, қоянның аяғына не болды дейді. Қоян аяғын сындырып, жарақаттап алған сияқты. Үшінші сұрақ, бала оған қандай қамқорлық жасады? Бала қоянды көтеріп, қолына алды, және үйіне алып кеткен сияқты. Төртінші, қоян жазылғаннан кейін оны қайда апарды? Қоян жазылғаннан кейін қайтадан орманға алып келген екен. Қоянды бала міне қоянмен жүгіріп ойнап жүр. Бала қоянға неліктен көмектесті дейді. Қалай ойлайсыңдар? Өз ойларыңды айтып көріңдер. Осы суретке қарап, мына сұрақтарға жауап беріп. Бала себебі ол тірі жануар, табиғатта аялау керек. Қоянның аяғы жарақаттанып, көмексіз болып отырғанын көрген бала жаны ашып, қоянды үйіне апарып емдеп, оған көмек көрсеткен екен, мейірбандық танытқан екен. Келесі, мына сөздерден біз керекті сөздер бірде, көрді, аяғы сыныпты, әкелді, танды, емдеді, тамақ берді, жазылды, еркіне жіберді деген осындай керекті сөздерден суреттер мен сұрақтар бойынша әңгіме құрап және оған ат қоямыз. Керекті сөздерді пайдаланамыз әңгімеге. Осы құраған әңгімемізді жазып шығамыз. Өзің хайуанаттарға немесе құстарға қамқорлық жасап көрдің бе дейді. Өзің қандай құстарға немесе хайуанаттарға қамқорлық жасап көрдің? Сондай бір басынан өткен оқиғаң болса, сол жайында айтып берсең болады. Алдымен біз мына керекті сөздерді пайдалана отырып, жаңағы суреттер мен сұрақтар бойынша әңгіме құрап жазып көрейік. Әңгімеміз былай болсын қоян жайлы. Әңгіменің атын қоянға жасалған қамқорлық деп қойсақ болады, немесе арман мен қоян деп, тағы басқа өздеріңе қандай ат ұнайды қойғыларың келеді осы сурет бойынша әңгімелеуде. Соларды жазсаңдар болады. Мынадай әңгіме құрауға болады екен. Бірде арман серуендеп жүріп, ағаш түбінде тығылып отырған қоянды көрді. Қоян қашпады, оның аяғы сынған екен. Арман қоянды көтеріп үйіне әкелді. Сынған аяғын дәкемен орап, қоянға тамақ беріп, бірнеше күн бойы үйінде ұстап қоянды емдеді. Қоянның сынған аяғы жазылды. Жазылған қоянды көріп, қуанып, арман қоянды еркіне жіберді. Мінеке жаңағы суретке қарай отырып, осындай шағын әңгіме құрасақ болады екен. Келесі 33-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап дейді. Көп нүктенің орнына қалқиып, ұзын, құлағы, яғни и және ғ деген әріпті қойдық.
елеңдеп қорқып тұрады дейді. Яғни құлағы ұзын, соны қалқайтып, елеңдеп қорқып тұрады екен. Біз қоянды қандай деп елестетеміз? Қорқақ қоян деп елестетеміз, Мінекей, жұмбақтың жауабы қоян болады екен. Біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.